Әуелде үйірме таппай жан-жаққа сабылып жүретін жасөспірімдер көп болатын өңірімізде, әсіресе ауылды жерлерде. Қазір мұның барлығы да артта қалды. Өйткені заман ағымына әр баланың ыңғайына қарай ауылдық мәдениет клубтарында көптеген үйірмелер ашылды. Бүгін түсірілім тобымыз Әлімтау ауылдық клубына табан тіреген болатын. Ендеше балаларға үйретер көп үйірмелер хақында алдағы бейнесюжетте. Ән, би, күй, жыр терме, қолөнер мен салт-дәстүр секілді халқымыздың бай мәдени мұраларын кейінгі ұрпаққа насихаттауда үйірменің қосар салмағы зор. Қазіргі таңда Әлімтау ауылдық клубында 6 үйірме жұмыс жасайды. Бабадан қалған төл өнердің өркендеуіне үлес қосып, мәдениеттің мәртебесін көтерген ұжымның меңгерушісі Нағима Сәдірқызы қазіргідей аумалы төкпелі заманда балалардың күш-жігері мен қызығушылығын бір арнаға бағыттау біздің басты міндетіміз дейді. Қазақтың салт дәстүрлерін дәріптеу мақсатында түрлі ауыл тұрғындарымен іс-шаралар өткіземіз. Жаңағы біздің өшіп баратқан, ескіріп баратқан, ұмытылып бара жатқан дәстүрлерімізді қайта жаңғыртып отырамыз. Кеше ғана жақында осы үйірмелер есебінің көркемөнерпаздар үйірмесінің концертін өткіздік. Сол кезде қазына әжелер тобы бізде белсенді әжелеріміз осы біздің ұмытылып бара жатқан шілде күзет деген дәстүрімізді қайта жаңғыртып, осы жерде жаңа сахналық қойылым көрсетті. Балалардың бәрін біздің сол мақсатымыз жақсы өнерге баулу ғой. Балаларымыз осы биіктерден көрінсе, Әлімтаудың атын жақсы жағынан шығарса, біздің ауылдың мақтанышы болса деген мақсат, сол мақсатқа жету үшін балаларға жақсы өнерді бойына сіңіру. Шабыты шалқар үйірме қатысушылары талай өнер бәйгесінде топ жарып, ауыл намысын қорғап жүрген жайы бар екен. Кеше ғана аудандық арай 2022 жылғы мәдени іс-шаралар жүргізушілер байқауында Тұрсынбай Жайсан деген қызымыз 3-ші орынды иеленді. Былтыр ғана мынау пандемия кезінде қазір интернет желісінде өтіп жатыр конкурстар онлайн. Сол конкурсқа 2 оқушымыз қатысып, көркем сөз оқу үйірмесінің қатысушылары. Бір жас ақынымыз бар біздің, енді биылғы жылы басқа мектепке ауысып кетті. Осы сол уақытқа дейін бізде оқыған Еркін Нұрасыл деген баламыз республикалық абай жаққан бір сәуле атты байқаудан 2-ші орынды иеленді. Жалпы бұл өңірде баланы тәрбиелеудің басты құралы болған үйірмелердің жұмыс барысы бірізге түскен. Ендігісі тек білсем, көрсем, үйренсем деген балаларға бар жағдайы жасалған, көлемі кең, сол жаңа мәдениет үйі соғылса болған. Халима Мақсатқызы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.